Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ал бұл видеода мен сіздермен ауыз бекіткен адамның организмде қандай өзгерістер болатындығын және де болашақ дәрігер ретінде ауыз бекіту барысында жүгінуге болатын кейбір кеңестер беретін боламын. Адам организмі үшін ең ауыр әрі ең қиын кезеңдер алғашқы күндер болып табылады. Ауыз бекіткен соң 8 сағаттан кейін асқазан ішек жолдарына түскен қоректік зат толық қорытылады. Ағзаға жаңадан қоректік зат түспегендіктен энергия көзі ретінде бауырдағы бұлшықеттегі гликоген глюкозаға айнала бастайды. Гликоген азайғаннан кейін немесе таусылғаннан кейін организм қорда жиналған майларды ыдырата бастайды. Медицинада майлардың ыдырауы майлардың тотығуы деп аталады. Майлардың тотығуы қан тамырлардағы холестерин деңгейінің төмендеуіне алып келеді. Ал холестериннің төмендеуі жүректің ишемиялық ауруының алдын алады. Майлардың тотығуының жоғарылауы қант диабеті ауруының алдын алады. Сонымен қатар салмақтың төмендеуіне алып келеді. Жоғарыда айтып кеткендей, адам организмі үшін ауыз бекіткеннен кейінгі алғашқы күндер ең қиын кезеңдер болып табылады. Осы күндері қандағы қанттың деңгейі төмендеп кеткендіктен әлсіздік, ұйқышылдық, бас ауру, бас айналу, сонымен қатар жүректің айнуы сияқты симптомдар сезілуі мүмкін. Ауыз бекіткеннен кейін шамамен 7 күннен соң ағза ұзақ уақыт аш болуға бейімделе бастайды. Организмде мүшелер мен тіндердің қайта қалпына келу процесі басталады. Ауыз бекіткеннен кейін шамамен 15 күннен кейін детоксикация процесі жүзеге асады. Яғни ішек, тері, бүйрек мүшелері арқылы организмнен токсиндер мен қалдық заттардың шығарылуы бастайды. Организмнің қалдық заттар мен токсиндерден тазалануы адам өзін-өзі жеңіл сезінуіне, сонымен қатар әлде қайда өзін белсенді сезінуіне және де есте сақтау мен концентрацияның жақсаруына алып келеді. Ауыз бекіткен адамдар не істеу керек? Біріншіден, ауыз ашар уақытысында жан-жақты әрі құнарлы тамақтану керек. Кейбір витаминдер немесе қоректік заттардың жеткіліксіздігі организм үшін өте зиян болуы мүмкін. Кофеинді сусындарды ұнататын адамдарға кофеден бас тартуға тура келеді. Себебі кофенің құрамында болатын кофеин организмде сусыздану шақырады. Қуырылған және майлы тағамдардан бас тартуға тырысыңыз. Қуырылған және майлы тағамдар тек қана Рамазан айында емес, әрқашан организм үшін өте зиян. Күш-жігеріңізді және энергияңызды толық қалпына келтіру үшін дұрыс ұйықтауға тырысыңыз. Шамадан тыс ұйықтау немесе жеткіліксіз ұйықтау сіздің күніңіздің белсенділігін әлдеқайда төмендетеді және де денсаулыққа да зиян екенін ұмытпау қажет. Егер видео пайдалы болса, лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен бірге болған мен Шарықтаулы Заңғар. Келесі видеоларда жолыққанша. Ең бастысы, біліміңіз әрқашан шарықтасын.